Бүгін біз ағылшын тілінде санақтарды өтеміз. Ал ендеше сендер дайын болсаңдар, мен бастаймын. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19. Ал енді достар, байқадыңдар ма? Бұл жерде 11 мен 12 ғана өзгеше өзгереді, яғни өзгеше айтылады. Ал 13-тен 19-ға дейін тиын жалғалынуы арқылы санақтар саналады. Жиырма 20, 21, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25, 25, 26, 26, 27, 27, 28, 28, 29, 29, 30, 30. Бұл жерде байқағандарыңыздай артына 0 жалғанған сандар ти жалғануы арқылы жүзеге асады. Отыз бір 31, 32, 32. Енді көргендеріңіздей, бұл жерде жаңағы 20 санын айтып өткендей, дәл осылай өзгеріп кете береді. Бұл жерде тек қана 30 ғана өзгеріп тұр, 30 болып. Яғни сіз бұл жерде 0 жалғанған кезде ти жалғанатынын біліп қалдыңыз. Ары қарай да солай кете береді. Қалған сандарды өз күшіңізбен дәптерге жазып алсаңыз болады. 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90, 100, 100, 1000, 1000.